Опа, ё-моё, жерге әрең түстік қой. Және де қазір мен сізге лайфхактар көрсетемін. Бірақ ол үшін лайк басыңыздар. Лайк басуның түк те қиындығы жоқ. Міне көрдіңіздер ғой да. Ал енді дайындалыңыздар, мен дәл қазір сіздерге лайфхак көрсетемін. Міне, мысалға қарасақ, мынау адам әрлі-берлі жүгіріп өзіме-өзі нубасқа қуып атып жүр. Өзіме-өзі оттяжка бергісі келеді, бірақ нубас одан қашады. Ал бұл адам әрлі-берлі жүгіріп ауру сияқты денесіне зажимать етіп тастай береді. Сонда да бірақ өлтіре алмай қиналып оттяжка бере алмайды. Нубқа бірақ бұл кезде похуй болады. Осы кезде адам келеді да дәл қасынан хедшот береді, бірақ ол осыған өте қатты мақтанып құтырып көтесінен жыртылады. Сен кімсің? Міне дәл қазір бұл маған өзінің оружиесін менсеп тұр, және де мен оған дәл қазір қалай істеу керек екенін көрсетемін. Короче, братишка, әкел оружиеңді бере тұр, қара. Былайынан ұстайсың, міне көздейсің осылай, түсіндің ғой да, қарап тұрын дұрыстап. Опа деп көздеп тұрасың да, сен денеге әрлі-берлі жүгіріп зажимать еткенше сразу бір орында тұрып зажимать ете салсайшы. Тым ойындығы жоқ қой, братишка, көрдің бе? Сразу өле қалады. Міне мен подписчиктерім және көрермендерім осылайынан оп-оңай зажимать етіп жатқызып салуға болады. Қиналмай әрлі-берлі жүріп зажимать етудің қажеті жоқ. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Өте оп-оңай лайфхак. Все, жеге, давайте енді келесі лайфхак 100 лайктан кейін. 100 лайк жинап тастапсыздар, базар жоқ, және де мен қазір барып екінші лайфхакымды түсіруге кеттім. Ё-моё, мынау лайфхакер кетіп қалды ма, жақсы болды ғой. Мынау өлтіріп тастаған адамдардың барып луттарын алайын. Яқта неше екі лут жатыр ма? Ё-моё, мынау екеуін іздемей тастаған ма, немене, ё. Бірақ не болса да кетіп қалған жақсы болды. Барып тез луттарды алып кетейін өзімнің тірліктерімен. Опа. Міне көрермендерім, көрдіңіздер ма? Осылайынан лут ететіндер өте көп. Ал енді осыны қалай лут ету керек екенін көрсетейін. Жотам, братишка, бері қарап жүрсейші, мен короче лайфхакермін, дәл қазір қалай лут ету керек екенін көрсетемін. Сенің істеп жатқан мүлде дұрыс емес. Опа, кет құры, короче, миды ашытпа. Қазір өзім көрсетемін, сен талып жата бер, өзім ақ көрермендеріме көрсете беремін, короче, похуй. Опа деп міне шүпке айналасыздар да, осылай шүп болып жан-жақта айналып лут етуге болады. Бірақ бұл үшін вуконг керек, бірақ вуконг проблема емес деп ойлаймын. Осылайынан түк те қиындығы жоқ, түсіндіңіздер деп ойлаймын. Міне бізде кезекті лайфхак, бұл жерде бір ұлтты 4 зажимщик КЗБ-ға қуып келатқанын көре жатырмыз. Дәл қазір осы ұлт не істейді екен? Опа, міне мынау терезеден секіріп кетті. Ал енді мынау нубастар оны таппай қалды. КЗБ-калар оны жан-жақтан іздеп жатыр. Даже вход жоқ жерден шығып кетті ғой мыналар. Қуат екен ғой таза да. Бірақ не болса да бұл КЗБ-ка қанша дегенмен тауып алады деп ойлаймын. Бірақ лайк басып кетіңіздер. Мыналар по идее мені таппай қалды. Енді мыналар кетіп қалса мен де тыныш кетіп қалайын. Опа, братишка, жатам. Бля, мыналар мен қоршап алды ғой. Короче, ата беріңдер, мен өлдім, сау болың. Бля, мені ұмыттыңдар ғой. Ёп твою рот, бір кел. Міне бұл ұлт адам өзінің ақымақтығының кесірінен өліп қалды. Және де мен сіздерге қазір бұл жерде қалай аман қалу керек екенін көрсетемін. Міне қарап отырыңыздар. Тоқтай, мына нобастар кетіп қапты. Мына шөптерді көрдіңіздер ғой да. Міне қазір мен нобастарды өзім шақырам, және де осы шөпке айналып кетемін. Епте алмайды, бір келіңдер, қақта мына адам жаңағы. Епте алмайтын. Адам, брат, адам қайда? Еба, брат, безавит кешіре ойш. Бірақ похуй саған. Екенім неяқта адам жоқ қой, жот жаңағына сырғы естіген сияқты болдық қой. Білмеймін не екен, жабайы болған соң шығар. Кеттік, брат, тухиға кете берейікші, похуй. Кет. Ой, бля. Міне көргендеріңізден нобастар мені таппай қалды. Өте оп-оңай тірлік. Бұған да вуконг керек. Вуконг деген өте пайдалы персонаж болып саналады қазіргі кезде. Ал мен кетіп басқа лайфхак көрсетейін. Аш пісіп кетті ғой, лайфхак көрсетеді, адам таппай қалды. Мынау петте адам бар ма екен? Ё-моё, немене себелі ешкім жоқ. Міне мынау екеуі атысып жатыр. Бірақ мынау оны өлтіріп тастап өзіме-өзі отырып стенге ұрады, және жатып алып аптечка жейді. Ал мына жақта оны екінші адам қарап тұрып, дәл қазір оны өлтіргісі келеді. Мынау адам отырып қайтадан екінші стенкісін ұрып алды. Мынау адам жүгіріп келеді де отырып стенкі құрды. Өзі жай отырады екен базар нет. Ал мен осы кезде қалай стенкі құру керек екенін көрсетемін. Не обязательно отырып тұрып стенкі құру керек. Стенкіні аласыздар, тұрып стенкіні қоя саласыздар. Қиындығы жоқ. Бостан босқа екінші кнопкаға басып не қиындығы бар? Вообще түсінбеймін осы фрифайрчиктерді. Өзім фрифайрчик болсам да бәрібір. Міне енді қарсыласы мынау адам жаққызып тастады. Дәл қазір оны дабит етеді деп ойлаймын. Жоқ, бұл мина алды. Және де бұл минаны қарсыласының қасына ойып кетті. Ой ақымақ, мынау не деген тупой адам еді өзі. Тупойланып уақыт күтіп отыр ғой мынау адам өзіме-өзі минаға қашан түседі деп. Ой тупой. Шамал ғана логиканы қосса, бұл адам өйтіп уақытын бостамызға кетірмейтін еді. Ал міне өзінің қарсыласын қарауға кетті, бірақ өзі тупойланып минасына өзіне түсіп қалды.
Міне көріп тұрғаныңыздай екеуі де жатып қалды. Мынау тупой өзінің милясына түсіп қалды. Ал енді бұндай ситуацияда не істейміз? Адамды давить ету үшін өзіміздің драбаш немесе оружиемізді аламыз да спокойно тұрып давить ете саламыз. Вот түк қиындық жоқ, несіне минаға түсіріп, оны өзіме өзі қылышпен давить етіп, блин, чоза дейді, қылышпен бірақ давить ету ол нормально. Ал мен келесі лайфхакты көрсететін кезде лайк басып тіркеліп кетіңіздер.